Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін сіздермен тағдыр тармағын өзгертуге мүмкіндік беретін үлкен ежу техникамен жұмыс жасайтын боламыз. Әдеттегідей өзімізге ыңғайлы болатын, ешқандай адам кедергі келтірмейтін, ешқандай артық звуктар болмайтын жерге орналасыңыз. Отырсаңыз да болады, жатсаңыз да болады. Өзіңізге релакс создавать етіп, ароматный свеча қосып алсаңыз болады. Өз жағдайыңызды жасап алыңыз. Жұмсақ, ешқандай кедергі келтірмейтін киім киіп алсаңыз болады. Денеңіз толықтай босансып, рахаттана алу үшін. Бұл ежу терапияны бастамас бұрын біз әдеттегідей жоғарғы әлемнің тіліндегі код сөздерді айтамыз. Бұл код сөздерді айтқан кезде бірден адамның сферасы ашылып кетеді, бірден жоғарғы күштер қасына келеді. Бұл сөздің барлық жандар біледі. Себебі бұл жоғарғы әлемнің тіліндегі сөз. Қазір осы сөзді қайталап айтқан кезде өзіңіздің денеңізге, ойыңызға, вибрацияңызға мән берсеңіз болады. Кейбір адамдарға өте таныс сөз болуы мүмкін. Кейбір адамдар ол сөзді естіген кезде денесінде вибрация болуы мүмкін. Кейбір адамдардың жүрегінде бір махаббат, мейірім сияқты бір өте жағымды сезімдер пайда болуы мүмкін. Бұл сөздерді естіп, сфераңызды ашуға сіздің жаныңыз дайын тұр, жаныңыз күтіп тұр. Сол себептен еш нәрседен қорықпай, Құдайға сенімділігіңізді арттырып, доверять етіп, ниетіңізді жөндеп алып, осы ежу терапияны бастауға кірісейік. Жайғасып алған болсаңыз, онда қазір мен ең бірінші айтылатын кодовый сөзді айтатын боламын. Бұл кодовый сөздің аты Вансей. Айталап айтамыз Вансей. Бұл еркін таңдау жүйесі деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз Ливкин. Ливкин. Қайталап айтамыз, өз еркіммен, өз таңдау жүйеме кіремін деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз Миуана Хибн Сей. Миуана Хибн Сей. Өз тағдырымды өзгертуге өзіме рұқсат беремін деген сөз. Осы үш сөзді айтқан кезде сіздің сфераңызда жұмыс жасауға дайындық басталады. Енді терең дем алыңыз. Терең дем алып, дем шығарамыз. Дем алыңыз. Демді ұстап тұрыңыз. 1, 2, 3, 4, 5. Дем шығарамыз. Денеңізді басыңыздан башпайыңызға дейін босатыңыз. Тағы да дем алам. Демді ұстап тұрып, қайта шығарамын. Басыңыз айналуы мүмкін. Денеңіз босап жатқанын елестетіңіз. Тәніңізге рұқсат беріңіз. Осы беріліп атқан ақпараттарды, техникаларды толықтай сіңіріп, одан нәтиже шығаруға өз-өзіңізге рұқсат беріңіз. Тағы да бір дем аламын. Дем шығарамын. Енді өзіңіздің әдемі теңіздің жағасында качеляда отырғаныңызды елестетіңіз. Теңіздің суы мөп-мөлдір, тап-таза. Теңіздің түбі көрініп тұратындай сондай мөлдір теңіз. Айналаңызда әппақ құм. Сол теңіздің үстінде жағада үлкен әппақ качелия бар. Сол качелияда качиніп отырғаныңызды елестетіңіз. Аспанға қарасаңыз, аспан көк көмбек, күн жарқырап түсіп тұр.
өзіңізді сондай бақытты, жеңіл сезініңіз. Качелямен тербеліп отырсыз. Қалай жоғары көтеріліп, қайтадан артқа келіп атқаныңызды елестетіңіз. Алдыға, артқа самал желмен тербеліп, жаныңыздың рахаттанып жатқанын сезіңіз. Барлық контрольді босатыңыз. Сол сәттен рахаттаныңыз. Осы уақытта сіздің қасыңызға сіздің тәлімгеріңіз келеді. Оң жағыңызға қараңыз. Әркімде әртүрлі бейнеде келеді. Қандай бейнеде көріп тұрсыз өзіңіздің тәлімгеріңізді? Атаның бейнесінде болуы мүмкін. Кейбіреулерге әйел адам бейнесінде, кейбіреулерге ешқандай бейнесі жоқ, бұрын соңды көрмеген бейнеде келуі мүмкін. Кейбіреуге жан-жануардың бейнесінде. Әркімнің сана сезімі қалай қабылдайды, солай етіп көрулеріңізді сұраймын. Мән беріңіздер. Тәлімгерлеріңізді кейбіреулеріңіз бірінші рет көріп тұрған боларсыздар. Кейбіреулеріңіз бұған дейін көрген боларсыздар. Түріне мән беріңіз. Бұл сіздің қасыңызда барлық өмірлерде жүрген, сіз туралы барлығын білетін өзіңіздің ең үлкен тәлімгеріңіз. Тәлімгеріңізден есімін сұрасаңыз болады. Сол кезде сізге есімін айтуы мүмкін. Елестете алмай жатсаңыз да ештеңе етпейді. Тек тыңдап жатсаңыз, жаңағы айтылған код сөздер арқылы сізде де сол процесстардың барлығы жүреді. Енді тәлімгеріңіз сол теңіздің үстінен үлкен экран ашып қойды. Сіз сол качеляда отырсыз, рахаттанып сол үлкен прозрачный экранға қарап отырсыз. Және сізден тәлімгеріңіз сұрайды. Қандай өмір тармағын таңдағын келеді? Бұл қазір сізде прозрачный экран. Осы жерге өз тағдырымыздың суретін салатын боламыз. Ең алдымен өзіңіздің денеңіздің суретін салыңыз. Басыңыздан бастаңыз, шашыңыз қандай болғанын қалайсыз? Денеңіздің қандай болғанын қалайсыз? Көзіңіз қандай? Ойыңыз қандай? Қол аяғыңыз қандай? Кожаңыз қандай? Өзіңіздің ойыңыздағы, өзіңіздің идеальный версияңызды жасаңыз. Және оның үстіне өзіңіз қандай киімді кигізгіңіз келеді, сондай киімді кигізіңіз. Кейбіреулер ақ көйлек кигізгісі келуі мүмкін. Кейбіреулер сары, кейбіреулер джинсы, кейбіреулері қысқа юбка кигізгісі келуі мүмкін. Өзіңіз таңдаған киімді кигізіңіз және өзіңіз қалаған образды жасаңыз. Барлық дене мүшелерін құрастырып алыңыз. Салмағыңыз қандай? Көзқарасыңыз қандай? Каждый мелочқа дейін, тырнақтарыңызға дейін сол жерге сурет етіп салыңыз. Көз алдыңызға келмей жатса, сезінсеңіз болады. Ойыңызды, денеңіздің қандай екенін, шашыңыздың қандай екенін сезінсеңіз болады іштей. Аяғыңызда қандай аяқ киім, басыңызда не бар? Барлығын сезініп болсаңыз, енді келесі кезекте өзіңіздің ішкі күйіңізді қалыптастырыңыз. Бұл болашақтағы сіздің қандай сезім сезетініңізді сіз қазір қалыптастыратын боласыз. Бірінші кезекте сізге қандай сезім керек? Бәрімізге жүректегі тыныштық керек, жүрегіңізді қараңыз, қандай болып тұр? Кішкентай болып тұрса, үлкейтіңіз, қап-қара болып тұрса, ағартыңыз. Жүрегіңізді ағартып,
үлкейтіп, сол жүрекке тікелей жаратушыдан түсетін махаббат энергиясын алып толтырыңыз. Ананың емес, әкенің емес, партнерларыңыздың, бала-шағаңыздың емес, тікелей Құдайдың махаббатына толтырыңыз. Адамда Құдайдың махаббаты толық болған кезде, ол адамға айналасы не айтып жатыр, біреу көңіл бөлмей ма, еш маңызы жоқ. Құдайдың таза махаббатын жоғарыдан алып, осы жүрекке толтырыңыз. 15% қылдыңыз, 25, 35, 50, 70, 100% жаратушының энергиясы, махаббаты жүрегіңізге толды. Өзіңізді жақсы көріп бастаңыз. Осы жаратқанның махаббатын ең бірінші өзіңізге арнаңыз. Тәніңізді қабылдаңыз, жақсы көріңіз. Құдайға алғыс айтыңыз, жақындарыңызға алғыс айтыңыз. Сізді жылатқан, ренжіткен, сізге ауырлық түсірген адамдардың барлығына жақсы көріп, бүкіл әлемге жүрегіңізді ашып, барлық адамға жақсылық тілеңіз. Жүрегіңіздегі махаббат мейірімнен ләззат алыңыз. Осы уақытқа дейін бұл жүрек сізде солып қалған, ештеңе сезбей қалған болуы мүмкін. Жүрегіңізге айтыңызшы: жүрегім, мен сені ашамын. Сені жаратушының мейірім махаббатымен, ізгілігімен толтырамын. Осы уақытқа дейін адамдарға ренжіп, қиналып, қорқып, жүрегімді қатырып қойғанымды мойындаймын. Бірақ бұл уақыттың барлығы артта қалды. Қазір мен өз жүрегімнің ашылуына рұқсат беремін деп айтыңыз. Және жүрегіңізді ашыңыз. Махаббат бұл әлемдегі ең ұлы сезім. Барлық нәрсенің бастауы ол махаббаттан тұрады. Махаббат жетпеген жерде ұрыс керіс, соғыс, әртүрлі негативті сезімдер туындайды. Егер сіздің бойыңызда осындай теріс сезімдер болатын болса, демек сізге махаббат жетіспейді деген сөз. Адамға, балаға махаббат жетіспеген кезде травмалар пайда болады. Неге мені анам жақсы көрмейді, неге мені әкем жақсы көрмейді? Бір-бірімен бөлінушілік, ерегесу, таласу пайда болады. Барлық былықтың түбін қараған кезде адамға махаббаттың жетіспеушілігі дефицит болып тұрғандықтан осы травмалар пайда болып, ол травманың арты үлкен оқиғаларға пайда болып, ол оқиға родовая системаға алып келеді, родовая система уже қарғысқа алып келеді. Ең түбінде махаббаттың жетіспеушілігі тұрады. Осы жетіспей тұрған махаббат сізге осы өмірде де жетіспеген болуы мүмкін, өткен өмірде де жетіспеген болуы мүмкін. Толтырыңызшы сол махаббатты, қазір сізге мүмкіндік беріп тұр. Өзіңіз толып кетсеңіз, өткен өмірдегі жетпей қалған өмірлеріңізге жіберіңізші. Өткен өмірде анаңыздың махаббаты жетіспей қалып, басқа біреуге тұрмысқа шығып кеткен болуыңыз мүмкін. Өзіңіз сүймейтін адамға махаббатты іздеп, бір ер адамға тұрмысқа шығып, одан зорлық көрген болуыңыз мүмкін. Енді әркімнің тағдыры әртүрлі болғандықтан, ойша барлық өзіңіздің өткен воплощенияларыңызға өзіңізден қалған, толған махаббатты жіберіңіз, аямаңыз. Жаратушының махаббаты ол шексіз. Толтырыңыз, барлығын толтырыңыз. Өткен өмірлерге аямай жіберіңіз энергия, махаббаттың энергиясын. Енді өзіңіздің балаларыңызға жетпей қалған болуы мүмкін ол махаббат. Өзіңізде дефицит болғандықтан, өзіңізде жоқ нәрсені басқа біреуге бере алмайсыз. Анаңызға берсеңіз болады. Анашым, бұл менің махаббатым, қабыл ал. Әке, махаббатымды қабыл ал деп. Жолдасыңызға, өзіңізден туған балаларға, өзіңіздің партнеріңізға, коллективқа, аямай адамдардың барлығына беріңіз. Сіздің махаббат беріп жатқаныңыз жоғарыдан қарағанда жерде үлкен жарықтың түсуіне көмектеседі. Сіздің бұл жасап жатқан практикаңыз өзім үшін деп ойламаңыз.
бүкіл ғалам үшін, жер үшін, галактика үшін жасап жатқан нәрсеңіз. Жарықтың кішкене ғана бөлшегі болса да, сіздің осы жасап жатқан практикаңыз арқылы жерге түсуде. Айналаңызға аямай махаббатты беріңіз. Тіпті көшеде жатқан бомж болсын, бәріне, ит, мысық, жануар, барлығына беріңіз. И жаратқанға рахмет айтыңыз. Жүрегіңізді махаббат мейірімге толтырғаннан кейін, келесі бізге керек нәрсе ол тыныштық. Жаныңыздың, тәніңіздің, жүрегіңіздің тып-тыныш екенін сезініңіз. Осы тыныштыққа толыңыз. Адамның жаны тыныш болған кезде өмірі де тыныш, бақытқа, байлыққа, біз қалайтын нәрселердің барлығына толы болады. Және кеңістіктің өзі тыныштықтан тұрады. Сол себептен жаныңыздың, тәніңіздің тынышталуына рұқсат беріңіз. Алдыға қарай шапқылап, ананы істеп, мынаны істеп жүрген жеріңізден тоқтаңыз. Ешқайда асықпаңыз. Барлығы өз уақытымен, өзіңіздің жоспарыңыз бойынша, өзіңіз дайын болған кезде болады. Алдыға шығып, өзіңізді де өзгені де барлығын уайымдап, Құдайға деген сенімсіздік танытудың қажеті жоқ. Барлық адамды Құдай өзі қорғап тұр. Сізді де және басқаларды да. Сол үшін басқа адамдарды уайымдап, не болмаса өткенді уайымдап, келешекті уайымдаудың қажеті жоқ. Айтыңызшы, мен өз жанымның бөлшектерін әртүрлі уақыттан, кеңістіктен, әртүрлі қиын оқиғалардан, адамдардан, өткеннен және болашақтан дәл осы сәтке өз жаныма жинаймын. Тыныштықтың энергиясын сезініңіз. Айналаңыздың барлығы тып-тыныш, жүрегіңіз тып-тыныш, жүректің қалай соғып жатқанын, кеудеңіздегі қанның қалай айналып жатқанын, өкпе бауырыңыздың жұмысына мән беріңіз. Барлығы ешқандай артық, қатты дауыстарсыз өз темпінде жұмыс жасап тұрған. Мән беріңіз сол нәрсеге. Келесі бізге қажет нәрсе ол ақыл-ой. Білім, түсінік. Жаратқаннан айтыңызшы, менің санамның ашылуына, маған жаңа білімдердің келуіне, өзімнің алу керек сабақтарымды білім арқылы оңай жолмен алуға өз-өзіме рұқсат беремін. Санамның ашылуы үшін маған қажетті білімдерді, қажетті адамдарды, қажетті дүниелерді менің алдымнан шығаруымды сұраймын. Мені қинап, қорлап, ақшасыз қалдырып, жақындарсыз қалдырып емес, мені саналы түрде білім арқылы, ойым арқылы, түсінігім арқылы оятуыңды сұраймын. Өз кармалық сабақтарымды өтеп болғаннан кейін, сол сабақтарымнан, опыттарымның барлығын қабылдап, сана деңгейімнің ашылуына рұқсат беремін. Ақыл ойымның, парасатымның, түсінігімнің дамуына өзіме рұқсат беремін. Қиын ситуациялармен емес, саналы түрде беріліп, еш нәрсеге қарсы шықпай, барлық нәрсені қалай бар солай қабылдап, осы жүйе арқылы, осы система арқылы саналы түрде дамып, оянуыма рұқсат беремін деп айтыңыз. Тағы сізге не керек? Мүмкін сізге жеңіл энергия керек болуы мүмкін. Женская энергиямды көбейтуге рұқсат беремін деп жаңағы жасап қойған өзіңіздің денеңізге салыңыз. 7 чакраларыңыздың жақсы жұмыс жасап тұрғанына мән беріңіз. Жерден келетін энергияға, космостан келетін энергияға мән беріңіз. Бойыңызға таза энергияны құйыңыз. Өткен өмірден қалған, осы өмірден қалған өкпе-реніштің барлығын алып тастап, денеңізді полностью обнулять етіп, сол энергияға, сол денеге жаңа күш-қуаттың
жаңа лептің, жаңа сезімдердің келуіне рұқсат беріңіз. Басқа да нәрселер керек болған болса, тағы да өзіңізге салыңыз, дауыстап айтсаңыз болады. Және сіздің болашақ тағдырыңыздың қандай болғанын қалайсыз? Сіз кімсіз болашақта? Қанша балаңыз бар? Қасыңызда кім бар? Қандай үйде тұрасыз? Қандай жерде жүрсіз? Қандай жерде жұмыс жасайсыз? Айналаңызда қандай адамдар бар? Жақындарыңыз қайда? Барлығын елестетіңіз. Сіздің осы жүрегіңізді мейірім махаббатқа толтырып, тағдыр тармағын өзгертуге шешім қабылдағаныңыз сіздің айналаңыздағы басқа адамдарға да әсер етуі мүмкін. Сол себептен барлығын толықтай көз алдыңызға елестетіңіз. Мен сізге қазір уақыт беремін. Барлығын елестетіп алыңыз. Барлығын елестетіп болсаңыз, енді сол жаңа өзіңіз отырған качелядан тұрыңыз. Качелядан тұрып, сол экрандағы өзіңізге қарай қадам басыңыз. Сол өзіңіз жасаған, өзіңіз құрастырған өз-өзіңізбен бірігіңіз. Сол экранға қарай кіріп, аттап өтіп, экранға қарай қадам басыңыз. Қазір мен 5-ке дейін санағанда сол денемен бірігетін боламыз. 1. Бір-біріңізге жақындап, көздеріңізге қарап тұрғандарыңызға мән беріңіз. Қазіргі сіз және болашақтағы сіз. Параллель өлшемдегі сіз деп айтсақ болады. Айтыңызшы, өзіңіздің есіміңізді айтыңыз. Мысалға, мен Диана. Мен өзімнің тағдыр тармағымда өзім қазір жасағандай етіп қалыптастыруға өзіме рұқсат беремін. Мен өзіме жақсы өмір сүруге, сана сезімнің ашылуына, жүрегімнің кеңеюіне, бай қуатты болуға, денсаулығымның жақсы болуына, жаңа дәуірге өтуге, ғаламмен, жермен, галактикамен бірігуге, Құдайға деген сенімімді ашуға, жаңа дәуір талаптарына сай өмір сүруге өзіме рұқсат беремін. Сенімен бірігуге рұқсат беремін. 4. Екеуіңіз бір-біріңізге қатты жақындап жатсыздар. Қолдарыңызды ұстаңыздар. 3. Бір-біріңізді құшақтаңыздар. Бір-біріңізді құшақтап, жүректеріңіздің қатар соғып тұрғанына мән беріңіздер. 2. Сіз қазір оның ішіне толықтай кіріп кеттіңіз. 1. Болды. Сіз сол адамға айналдыңыз. Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Сезімге мән беріңіз. Болашақтағы өзіңізге жеткен кезде қандай сезім болады? Ішіңізде тоқтық бола ма? Армандаған нәрселеріңіздің барлығы орындалып жатқан кезде қандай сезім болады? Қуаныш, махаббат, әлемді жақсы көру деген сияқты сезімдерді өзіңізге орнатыңыз. Жарайсыз. Сіз қазір өз тағдырыңыздың тармағын ауыстыруға ниет еттіңіз. Ары қарай жоғарғы күштер өз жұмысын атқаратын болады. Күнделікті таңертең тұрған кезде мына сөздерді айтуларыңызды сұраймын. Жаңа айтылған сөздер. Ертеңгісін оянасыз,
есіміңізді айтасыз. Мен Диана өз тармағымдағы, өз тағдыр тармағымдағы мен үшін ең қайырлы болатын, мен үшін ең оңай болатын, ең жақсы болатын өз тармағымның, өз тағдырымның жүйесін таңдауға өзіме рұқсат беремін. Және жатар кезде де осылай өз сөзіңізбен өз тағдырымдағы ең қайырлы, ең жақсы, ең көңілді, ең бай болатын тағдыр тармағын таңдауға өзіме рұқсат беремін деп күнделікті ұйықтар кезде және жатар кезде, оянған кезде айтып отырсаңыздар болады. Барлықтарыңызға рахмет.